Желіде жақсы жаңалық. Бұл видеомыз астына бір емес ондаған лайк бассаңыз тұрарлық. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. 2024 жылдан бастап кімдердің жалақысы өседі? Министрлік жауап берді. 2024 жылдан бастап кімдердің жалақысы өседі? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі азаматтардың қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесіне өзгерістер енгізу туралы үкімет қаулысын дайындады. Атап айтқанда, біліктіліктің санаттарына қолданылатын коэффициенттерді арттыру қарастырылған. Орындалатын жұмыстарды белгілі бір күрделілікке жатқызу және жұмысшыларға біліктілік разрядтарын беру, жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіпкерлердің бірыңғай тарифтік біліктілік анықтамалығына жұмысшы кәсіпкерінің біліктілік сипаттамаларына сәйкес жүргізіледі. Азаматтық қызметшілердің құрамына білікті жұмысшылар кіреді. Түсіндірілгендей, коэффициенттердің ұлғаюы 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі жалақының 85 мың теңгеге көтерілуіне байланысты қарастырылған. Еңбек заңнамасына сәйкес бірінші разрядты жұмыскердің еңбек ұжымдық шарттарының талаптарында және жұмыс берушінің актілерінде көзделген айлық жалақысының ең төменгі мөлшері айлық жалақының ең төменгі мөлшерінен кем болмауға тиіс делінген министрліктің берген жауабында. Зейнетақы көлемі және айлық көлемі асуын қаласаңыз, видеомыз астында өз лайктарыңызды аямаңыздар, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз қымбат көрермен. Кәне видеоролигіміз астына қанша лайк жиналады екен көреміз. Сау сәлеметте болыңыздар.